Салем достар, сіздермен Мачо Геймер. Мен бүгін сіздерге Dream League Soccer 2019 ойынында аңыз ойыншылары бар ғой. Мысалы, аңыз болғанда қалай айтсам болады, мысалы, Халк әлі карьерасын аяқтамаған ойыншы. Бірақ ол Dream League 2019-да жоқ. Неліктен? Әрине ол Қытай командасына кетіп қалған болатын. Қытайға қандай ойыншылар жоқ? Златан жоқ, Оскар да жоқ. Сондай Руни мысалға жоқ, карьерасын аяқтап кетті. Сондай ойыншыларды карьерасын аяқтап кеткен деп айта алмаймын, бірақ мына Dream League 2019-да жоқ ойыншыларды скачать етіп көрсетемін. Қараңыздар, мен сіздерге дәлелдеп көрсетіп кетейін. Міне менің составымда Барселонаның ойыншылары міне. Байқап тұрғандарыңыздар міне Альба, Де Йонг, Ракитич, Гризманн, Месси, Суарес, Артур деген сияқты. Енді бұл Dream League-дан шығып, осы видеоның астындағы ссылкаға кірсеңіздер, осы видеоның астында ссылка тұр, сол ссылканы бассаңыздар дәл осылай шығады. Сол кезде мынандай жерде астында загрузить деген осындай нәрсе тұрады, осыны бассаңыздар. Осылай шығады, скачать на телефон деген басасыздар. Бұл тез скачать етіледі достар. Өте тез скачать етіледі. 296 мегабайт орын алатын жері. Сондықтан тез скачать етіледі. Не болды? Сосын сіздерге қазір былай шығып кетейін одан. Зарчайвер керек болады. Зарчайвер сіздерге көріну үшін мынандай экраны былай анықтайын. Көлденеңде ма? Осылай крестер астыға қарай түссеңіздер. Егер сіздер кәдімгі Google-дан скачать етсеңіздер, онда мынау сіздерге көмектеседі. Просто DownLoad тұрады. Ал OK браузерден скачать етсеңіздер, осылай тұрады. OK DownLoad деп. Осыны басасыздар, басқан кезде қазір сіздерге мынандай шыға, жоқ ондай емес. Міне Dream Team by сондай осындай нәрсе тұрады. Міне осындай файл тұрады. Сіздерде жалғыз тұрады. Мынандай бәрі менде скачать етіліп кеткен. Бұрыннан бері скачать етіп түсіріп келе жатырмын. Сондықтан осындай тұрады. Dream Team деп тұрғанды басасыздар. Басқан кезде ең бірінші распаковать здесь деген тұрады. Просто бассаңыздар шығады осындай. Міне жай ғана бүйтіп экранды түрте салсаңыздар осылай шығады. Экран түрте салған кезде Dream Team by деген үстіне басасыздар. Басқан кезде осылай шығады. Сосын распаковать здесь деп тұр, осыны басасыздар. Применить это действие ко всем файлам басасыздар, заменить басасыздар. Сосын осылай шықты. Үстіңгі жағында com.free.games деп жаңағы файл распаковать етіледі сіздерде. Сосын осыны басып тұрсаңыздар осылай шығады. Сосын копировать дегенді басасыздар. Копировать басқаннан кейін мына жерде внутренняя память деп тұрады. Экран жалпағынан ұстайсыздар, сол кезде осылай шығады. Осыны басасыздар, басқан кезде осындай шығады. Сосын Android-ті басасыздар. Android-тан кейін датаға кіресіздер. Датаға кіргеннен кейін астыңғы жағында, ең астыңғы жағында жасыл кнопка тұр. Соны басасыздар. Ол осылай шығады. Сол кезде применить это действие ко всем файлам деп тұр. Осыны басасыздар да заменить басасыздар. Мынаны міндетті түрде басу керек бұны. Сосын заменить басасыздар. Заменить етіліп болды. Енді бәрінен шығып кетейік қазір. Сосын Dream League-ға келесіздер. Dream League-да қазір аңыздар болғанда аңыздар деп айтуға келмейді деп айттым басында түсіндіріп кеткендей. Оскар, Ибрагимович, Руни, Халк дегендерді көресіздер. Қазір мен составым. Міне Руни, Ибрагимович, Халк, Пиоло, Оскар, Иньеста. Мындай ойыншылар танымаймын енді өкінішке орай. Кімдер Майком бар екен, Азатуран, Тевес. Ойыншы бір танымау ойыншы, бірақ атын білмейді екен. Атын білгенден танимын, бірақ білмейді екен. Вертинш бар екен. Сосын Тотти міне Франческо Тотти қалай. Осындай аңыз ойыншылар және Dream League-да жоқ ойыншылардың бәрі осы жерде жүр міне.
Dostlar, videonu lайк басып каналга жазылыңыздар. Бұл файлды сіздер осы видеоның сілтемесінен таба аласыздар. Каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар. Келесіде мен міндетті түрде ПСЖ Париж стадионының құрамасын шығаратын боламын. Осы видеоға 20 просмотр және 20 лайк жиналатын болса, міндетті түрде шығарамын. Келесі 20 лайк болғанына бірлен ПСЖ-ны шығарып қоямын. Видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар достар.